Менің бір танысым жекеге мынандай жазба қалдырған екен. Байқасаңыздар, мен өзімнің әрбір тақырыбымды көбінесе жалпылама айтып саламын, иә. Бұл кісі, иә, мен жақсы білемін, ол кісіні сырының бәрін білемін, бірақ тіпті ол кісіні ойламайды да екенмін. Осы жазбасынан кейін мен өзінің аты жөнін айтпасам да, басындағы жағдайды өздеріңізге толық баяндап беремін деп шештім. Мен негізі көп балалы аналарды өте қатты құрметтеймін. Бұл кісі де көп балалы ана болғаннан кейін жақсы араласып, сөйлесіп жүрдік. Бір күні түскі шайда ол өзінің көңілдесі бар екенін айтты. Сол кезде мен жолдасыңыз біле ма бұл жағдайда деген кезде, жоқ, ол білмейді. Өзі эстода жұмыс жасайды, өмірі сасып жүреді. Маған костюм шалбар киетін жігіттер ұнайды деп айтқан болатын. Енді костюм шалбар киетін жігіттер ұнайтын болса, өзіңіздің қолыңызда тұрған жоқ па, кигіздіріп қоймайсыз ба деген кезімде, ол мені тыңдамайды, кім қарайды деп айтады бірдеңе айтсам. Енді ол балаларын қалай жетілдірсе, олай жетілдірсін. Менің шатағым жоқ. Бұдан кейін өзіме өзім көңіл бөлемін деп шештім дегеннен кейін ол кісімен араны үзіп, тіпті телефон номерін де блокқа қойып тастаған болатынмын. Содан кейін бұл кісі жекеге жазып тұр. Байқайсыздар ма, осындай жолы лас әйелдер бәлеқор келеді. Енді осы әйелдің басындағы жағдайға кім кінәлі деп ойлайсыздар? Осы күйеуін менсінбейтін әйелі ме, жоқ әйелінің сөзін тыңдамайтын күйеуі ме, жоқ әлде ортадан қосылған үшінші адам ба? Комментарияға жаза кетіңіздер.